Бүгін бізде обедке дейін вакцина салынып жатыр. Маған пособие алатын, льгот алатын мамашалар келіп жатыр. Естпедім демеңіздер. Егер вакцина алмаған болса, жолдасы или өзі вакцина алмаған болса, әкімшілік тарапынан вакцина алмағандарға документ турлауға рұқсат бермей жатыр екен. Қазір менің алдымда бір мамаша тұр, жолдасы екеуі. АСП дей ма, не дейді? Сондай ақшалар алады екен бұлар. Одан 5 бала, 6 балаға көп балалы отбасы деп тағы ақша алады екен. Сондай ақшаларымызды туралайын десек, біздің вакцина алмағасындар деп бізге рұқсат бермей жатыр деп мамаша мен папаша келіп, екеуі бірге вакцина алайын деп тұр. Соған мен олардан ести сала қазір сіздерге хабарласып тұрмын. Мамашалар жаңағы АСП алатын мамашалар естімедім демедіңіздер. Ертеңгі күні мен естімедім, мен білмей қалдым, Сәуле апай айтпайсыз ба бір ауыз деген сияқты. Алып жатқан ақшаларыңыз тоқтап қалмасын. Ол балалардың несібесі. Соны анығын біліп, егер алу керек болатын жағдай болатын болса, маған келіңіздер. Обедке дейін біз сағат 1-ге дейін осында боламыз. Вакцина салынып жатыр. Егер де кімде давление болатын болса, кімде сахар болатын болса, кім жүкті болса, кім емізулі болса, оларға салынбайды. Жүкті болатын болса, женский акушер-гинекологтан жүкті деген справкаларыңызды алып алыңыздар. Егер емізулі болатын болса, терапевт дәрігерлеріңізден емізулі деген справкаларыңызды алып алыңыздар. Балдардың несібесі алып жатқан ақшаларыңыз тоқтап қалмасын.